Ассалямалейкум баршаңызға, сіздермен бірге Ақниет. Бүгін сіздермен осындай финики в шоколаде жасайтын боламыз. Менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен құрмаларымызды жақсылап жуып, оны кептіріп, құрғатып алуымыз керек. Міндетті түрде құрмаларымыз құрғақ болу қажет. Келесі, ортасын пышақтың көмегімен кесіп, ортасындағы сүйегінен ажыратып аламыз. Одан соң ортасына орех, миндаль, жаңғақ қоссаңыздар болады. Өз қалауларыңыз бойынша мен орех қостым, және де құрманың көлеміне байланысты 5-6 дана қосып шықтым ішіне. Толып тұру үшін біздің құрмамыз. Осылай орехтерімізді салып болғаннан соң міндетті түрде құрмаларымызды біріктіріп, қайта қалпына келтіріп қоюымыз керек. Осылай бір-біріне біріктіріп, осылай барлық құрмаларымыздың ішіндегі сүйектерінен ажыратып, ортасына орех салып шығатын боламыз. Менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойсаңыздар, мендегі шыққан видеоларды алғаш болып көретін боласыздар. Және де менің видеомды соңына дейін қараңыздар. Лайк, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Қолдау білдіріп кетіңіздер. Мен екі түрлі құрма пайдаланып көріп жатырмын. Бұл екінші түрі құрманың. Мінекей пышақтың көмегімен осылай ортасынан кесіп, сүйегінен ажыратып аламыз да орехімізді қосатын боламыз. Келесі шоколадымызды ертіп алып, құрмаларымызды ішіне салып, шоколадымызға аунатып алатын боламыз. Осылай мінекей және де зубочистканың көмегімен осылай алатын боламыз. Артық шоколадтарымызды сырғытып немесе сілкіп алатын боламыз. Дайын болған құрмаларымызды пергаментный қағаздың үстіне немесе фольганың үстіне қоятын боламыз. Және де біздің фольганың пергаментный қағаздың астындағы ыдысымыз тоңазытқышымызға сыятындай болу керек. Мінекей құрмаларымызды шоколадпен қаптап алдық. Одан соң үстіне посыпка немесе кунжут, орех, әртүрлі өз қалауларыңызша қоссаңыздар болады. Мен орехты, кунжут, посыпка барлығын қолдандым. Келесі құрмаларымызды мұздатқышқа шоколады қатқанша салып алатын боламыз. Мінекей біздің құрмаларымыз дайын болды. Өте дәмді болып шығады. Жасауға кеңес беремін. Ас болсын.